больно всегда было. Бұл жерде азыр дарбазачыға қаршы ойын болды деп айтылды. Андан кейін алдыға өткөрілген пас, алдыда бірақ ешкім жоқ болды. Маданият, маалымат, спорт бүгінгі күнде министріміз Азамат Жаманқұлов 27-ші қатар санында ойнап бара жатқанын белгілеп қойышымыз керек. Ал ортада дарбазачының қатасы болушы мүмкін. Бұл жерде ақырына шейін прессинг қойды азыр. Президент Садыр Жапаров, Қамшек Ташиев ауттан топты ойынға шығарады. Борбордық бөліктен соққы ұзату мүмкіншілігі бар. Жақсы да соққы ұзатылды болғаны біраз тамай емес. Той үшін күреш, жана топ өнер командасында қалғандығын қалыстар белгілешуді. Бүгінгі мелдешті тейлеп жатқан қалыстар бары тең. Қырғызстанда, қырғыз футзалында көрінікті рейтингі биік болған қалыстар екендігін белгілеп қойышуымыз керек. Да, безусловно, недавно награждение лучших спортсменов, лучших футболистов нашего футбола, также Чингис Мустафаев был в их числе, вошел в тройку, но выиграл, кстати говоря, Нурдин Буков. Я думаю, что, в принципе, понятно это зрелище и явление. Итак, Курмат Усенов здесь боковой линии будет мяч вводить в игру. Звезда нашей эстрады отдает на ближнего своего партнера. Очень высоко сейчас встречает своих соперников администрация президента. Кстати говоря, Ташиев сейчас играет выше. Играл он в первом тайме в обороне. Поэтому передача на Джапарова. Джапаров бьет поворотом. Момент хороший был, но гола здесь нет. Но удар был хороший. Негізінен абдан жақсы мүмкіншілік болды. Оң қапталдан Садыр Жапаров аралықты қысқартып барып соққы ұзатқан. Дағы бір соққы ұзатылады. Президент Садыр Жапаров мінеке борбордық бөліктен тартып алғандан ары жер арқылы қуатты соққы ұзатты. Бұл жерде дарбазачы қачып қойған жоқ. Дарбазачы мүмкін болушынша аны тосуға әрекеттенген, бірақ соққы қуатты болғандығына байланышты аны қайтара албады. Ошентип эсеп саны қысқарды. Азыр президенттің администрациясы командасы авалды оңды-оңға әрекетін жасоды. Өнер командасы жүрішті улантуда. Жошов тоқталды. Жана өз командасының жүрішін баштап береді. Айрадан Садыр Жапаров топ менен борбордық бөлігі. Жана соққы ұзатылады. Жақсы пас болчу. Негізден президенттің администрациясының командасы екінші таймда бір топ қошты. Ойынды қайдыңкідей алардың қорғону бөлігі қайдыңкідей мықты ойнап жатады. Кендігін азыр өнер командасында да ұқмыш жақсы мүмкіншілік болды. Знаете, я сейчас чувствую, что трибуны начали гудеть, когда атакует команда УНР. Очень странно. Так, Баетов. Через защиту будут играть они. И передача вперед. Неудачно в сторону Садыра Джапарова. Головой там можно было сыграть. И вот эта передача на Садыра Джапарова. Джапаров против вратаря. И еще один удар Джапаров. Удар поворотом. Блокируют защитники. Но это было сейчас очень опасно. Хороший момент сейчас спускает Садыр Джапаров. Еще один момент. Садыр Джапаров и штанга. После его удара спасает ворота команды УНР. Өте жақсы мүмкіншіліктер азыр ақтүсті үйлерді болуда. Қайрадан алдыға шығарған пас. Дарбазачы өз ордында жана топты алуға жетішті. Өнер командасында қашыша ауылға шығып баруда. Жана дарбазаға елме болды. Усенов өте жақсы мүмкіншілігі бар болчу. Бұл ақырғы топты жақсы башқара алған жоқ. Садыр Жапаров қайрадан соққы ұзатады. Дағы соққы борбордық бөліктен қатарынан. Екі соққы бірақ бұл сапар дарбазачы қайтаруға жетішті. Ал ортада азғы аралықтан ұзатылған қуатты соққыға ортақтош болуда. Бұл рет 13-ші номердегі Фархат Бекмамбетов соққы ұзатқан. Мемлекеттік директоры Фархат Бекмамбетов өнер командасындағы инглиз ойыншылардың бірі екендігін көріп отырмыз. Ушул өнер командасына жазылған 2 голдың екіншісін Фархат Мырза жаратқан болчу. Так, поехали, передача вперед была, и там вратарь. Что там? Увидел здесь нарушение правил, кстати говоря. Да. Опасный момент сейчас может возникнуть, если этот фол Рэв зафиксировал. Да, так оно и есть, дорогие друзья. Нападающий команды Садыр Жапаров. Да. Садыр Жапаров азыр пенальтini орындатат. Садыр Жапаров
оформить дубль в этом матче и сравнять что-то до игры. Толк очень мүмкін, ала қаршы. Жапаров. Дәштікті соқты зақты көрді. Есеп сандары 2-2. Есеп сандары 2-2. Мінекей қуатты соққы шол мезгілде бурчқа ұзатылған дарбазатшылар үшін ең бір орылу учурды айтсақ тағы болады. Ну да, вратарь пытался гадать, он налево сам ушел, хотел угадать направление полета мяча, но прогадал здесь кипер команды Өнер. Так, ничья, дорогие друзья, у нас здесь, остается минута до конца, и не дали пробить Джапарову. Есть подбор. Хорошо, Абытов. Камджик Ташиев будет за боковой линии мяч вводить в игру. Ташиев. Рядышком играет. И дальний удар там блокирует игроки Өнер. Этот удар, но и Камджик Ташиев отправляет мяч вообще в другую зону. Неточный удар Ташиева. Сам здесь улыбается, я думаю, что в принципе, ну, я, честно говоря, ждал Ташиева на воротах вообще. Потому что вот предыдущие турнира Георгиевича, они играли дома. В 2 тайма, кстати говоря, команда будет играть, хотя нам об этом говорили, что команда будет играть в 3 тайма, значит, получается, что у нас сегодня зафиксирована боевая ничья. Урматтуу мекендештер, ошентип бүгүнкү достук кубогунун алкагында биринчи беттеш соңуна чыкты. Садыр Жапаров башында турган президенттин администрациясы, Кыргызбай Осмонов башында турган Өнөр командасына каршы ойноп, беттеш 2 кесебинде соңуна чыгууда. Садыр Жапаров беттештин мыкты оюнчусу болгону шексиз, менин оюмча анда эсебинде 2 гол бар. Ошол мезгилде жеңилүүдөн куткарып калгандыгын белгилеп коюшубуз керек. Кийинки беттешти күтүп калабыз, менин оюмча эң бир кызыктуу беттештер али алдыда. Да, друзья, будьте с нами, мы находимся в прямом эфире, это по «Газпром детям», Артевищик. Сегодня много будет футзала. Но мы благодарим команды Өнер и президенттин администрациясы. Эки командаға чын жүректен ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Кезектеги командалар аянтчага чакырылат. Приглашаются следующие команды на площадку. Готовится к игре команда «Алга». Вторая команда в синем — это команда «Бизнес», представители бизнеса Кыргызстана. Дальше давайте аплодируем. Пожалуйста, ветераны «Алга» команда «Бизнес».
Assalomu alaykum, hurmatli TK Sport telekanali ko'ruvchilarim. Bizda o'z futbolning